Гинекологқа кім барады деп ойлаймыз? Тұрмысқа шыққан әйелдер, бала көтере алмай жүрген әйелдер, немесе бала босанған әйелдер. Негізінде гинекологқа қыз бала кезінен қаралу керек қой, қыз кезінен. Мен мамамдікі 8 жас бітірген кезде келген, мамамдікі 11 жас бітірген кезде келген норма деп ойлайды да. И мамаларда Құдай сақтасын, жұрттың зарғы ерте келіп жатыр ғой, ештеңе етпейді деп жүре береді да. Бұл кішкене қараңғылық негізі. Мен бала көтеріп жатырмын, демек менің денім сау деген өте қате пікір. Сіз өзіңіз гинекологсыз, әрі өзіңіз анасыз. Сол кезеңді қалай өткердіңіз? Негізі сау жүктілік қалай өту керек? Сау ұрпақ дүниеге келу үшін қандай кезең болу керек? Запор болмай, дефицитін толтырып барып көтерген аналар, менде қазір солай дайындаймын, бұл жүктілікке токсикоз жоқ. Сау анада токсикоз болмайды негізі, Токсикоз болмайды. Уайымыңыздың бәрі той емес, машақаты ауырып кетпес үшін міндетті түрде жылына 1 рет гинекологқа келіп, мазок тапсыруды айтып келеді. Ол мазок пап тест. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бұл ұлтқа һәм ұрпаққа біліммен пайдалы болуды көздейтін Шырағың сөнбесін арнасы. Тізгінде мен Ділназ Дидарқызы. Біздің бүгін студиямызда қонақта интегративті гинеколог Мөлдір Әбілхасқызы. Мөлдір ханым, студиямызға қош келдіңіз. Арнайы Шымкенттен келгеніңізге алғыс айтамыз. Аттелетіп Шымкенттен келдік. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі подкастымызда әйел денсаулығына қатысты өзекті тақырыптар қозғалмақ. Енді әйел денсаулығы бір қоғамның көлеңкелі тұсында қалып қойған тақырып секілді. Бүгін біз осы тақырыптарды ашпақшымыз. Мөлдір ханым, енді әуелі өзіңізбен танысайық. Интегративті гинеколог дедім. Подкаст басында да айтып кеткен болатынмын. Гинеколог пен интегративті гинекологтың айырмашылығы жер мен көктей деп. Осы мамандықпен біз танысып алайықшы әуелі. Классикалық гинеколог пен интегративті гинекологтың айырмашылығы. Классикалық гинекологтар мысалға эрозия шайки матки болатын болса, немесе бесплодие болатын болса, эндометриоз, миома, киста болатын болса, сол жерде эрозияны, яғни эрозия бізде рана ғой, рана заживление жасап беретін свечалар береді да, местный. Или миома болатын болса, миоманы рассасывать ететін уколдар береді. Бесплодие болатын болса, допустим, овуляциясы болмай жатса, овуляцияны болдыратын дәрі беріп, солай бесплодиядан жаңағы нәтижеміз деп ойлайды да. Негізі ол классика. Бұл жерде үлкен қателік бар. Неге десеңіз, себебі адамның организмі бірін-бірімен өте прям тікелей байланысты да. Біз организм кәдімгі цеп сияқты. Цепочка болады, біз атағанбыз ғой. Сол цептің біреуі өсіп кететін болса, барлық жүйе құриды да. Барлық органдар жұмысы нарушение болып бастайды. Яғни сол цептер бізде бірімен связда тұру керек, біреуі түсіп қалмау керек. Тура моншақты елестетін болсақ. Ал интегративті медицина не істейді? Интегративті медицинада біз эрозия болсын, киста болсын, эндометриоз болсын, бесплодие болсын, солардың неге бұл болып жатыр? Оның қасындағы соседний органдар оған зиян тигізіп жатыр ма? Не үшін ол бесплодие болып жатыр? Овуляция шақыратын таблетканы бергеннен овуляция бола салмайды. Болса да, ол жерде пустышка болуы мүмкін. Яғни ертең бала көтереді, бала замерший болады, выкидыш болады деген сияқты. Ал біз неге бала көтермей жатыр? Яғни ол жерде дефицит болуы мүмкін. Яғни ол жерде запор болуы мүмкін. Ол жерде өт тамып жатқан жоқ, бауыр детоксимшін жасап жатқан жоқ. Щитовидка гормондарының бәрі шатается деген сияқты да. Вот, бала көтермеудің, эрозияның, кистаның, миоманың причинасы организмнің бүтін тұтас жүйесінде қай жерде изменение бар, сонымен жұмыс жасаған кезде бала көтеру болсын, эрозия киста болсын, бонус ретінде өзі-ақ қалаумен емделіп кетеді да. Ол практикада өте көп болады. Яғни разница осы. Бізге оңай емес, бір пациентпен барлық жерін қарап отырамыз, разбор жасаймыз. Ал классикалық медицинада келеді, эрозияңа мына деп жаңа свеча жазып бере саласың, бір экосистема бір дәрі жазып бересің, сонымен кетті болды. Ол жерде болуы мүмкін, болмайды демеймін, нәтиже болуы мүмкін, заживление болуы мүмкін, бала көтеруі мүмкін, бірақ ол ұзаққа созылмайды. Яғни былай айтқанда үйді генеральный уборка жинаған дұрыс сұрақ па, әлде
бетін жинап кеткен дұрысырақ па деген сияқты ғой. Әйелдердің тілінде былай қазақшалап айтатын болсам ше. Сол үшін интегративный медицина қазір өте қарқынды, прям трендте болып тұр. Осы Алматы, Астана, Шымкент осы 3 қалада кәдімгідей күннен күнге көбейіп жатырмыз, Аллаға шүкір. Ал әлде де басқа райондарда интегративный медицина деген не ол? Гинеколог өзінің маткасын емдеп отыра бермейді ма? Неге ол басын ол жаққа салып отыр? Өтте несі бар оның щитовидкада несі бар? Эндокринологқа жіберсін деген сияқты адамдардың ішінде әлде де қарсы пікірлер бар. Иә, қарсы пікірлер бар. Бірақ бұл жерде ұтады адамдар, айтайын ба, қай жағынан ұтады? Біздің алдымызға келіп бүкіл организмге разбор жасап шашып жүрген кезде біз аламыз да қайсы орган қатты ақсап тұр, соған ем жазып береміз. Шыққаннан кейін пациент алады да басын қатырмайды. Ал егер эндокринологқа бөлек, педиатр жаңағы невропатологқа бөлек, гастроэнтерологқа бөлек, врачқа бөлек, терапевтке, гинекологқа бөлек бәрін алып, нәтижесін қолына алған кезде пациенттің басы қатады. Кімді бастаймын? Қайсысын кім бастаймын? Бірін-біріне реакция бермейді ме дәрілер? Менде қайсы орган больше қатыстыра жетіп тұр? Эндокринолог өзің айтады, щитовидкаң сенің масқара болып тұр, аутоиммунный процесс кетіп жатыр, давай емдел дейді. Терапевтке барады, бауырың масқара, сенің запор үшін, ертең тері аурулар шығады, онкология шығады дейді. Гинекологқа барады, мына миомаң өсіп бара жатыр, быстро демайтын болса, ертең операция барасың дейді. Сосын пациент жынды болады. Кімді бастаймын деп. Ал интегративный гинеколог осы жауапкершілікті өзінің мойнына алады. Бір өзі сол бірнеше маманның рекомендациясын пациенттің анализдің қорытындысына қарап, қайсысы ақсап тұр қатты орган бізден қайсысы көмек сұрап тұр қатты, сол органға тоқталып, соған ең бірінші скорый помощь сияқты не береміз? Схема береміз. Содан кейін бар, бірінші осыны болдық, дефицитін толықтырып алайық, өйткені гемоглобин 60 болып келеді, ферритин 2 болып келеді, көзі қаратып әлсіреп жүреді, бірақ бала хочет. Ол жерде ертең баланы көтеретін болса, балада ертең түрлі қазіргі ауқымды болып жатыр ғой, ЗПС, ренжит ауру болды ғой. Сондай аурулар болуы ықтимал да. Сондықтан бірінші бір дефицитін толықтырып аламыз, одан кейін өтін ағызып аламыз, запорын емдеп аламыз, одан кейін барып жаңағыдай овуляцияны шақыру қарай жайлап жүріп бастаймыз, ең соңында щитовидканы реттеп, соңында уже айтамыз, так, енді сенің органдарың дайын. Бүкіл органный система, бүкіл комплексті жүйең сенің дайын, енді бала көтере берсең болады деген сияқты. Бірақ өте көп жағдай, Аллаға шүкір, неде практикада дефицитін толықтырамын, өтін ағызам, өтін тазалаймыз, детокс жұмысын жасаймыз, бала көтеріп қоя береді ғой. Деп шок боламын ғой. Сол кезде мен айтамын, Алла бар ғой депші. Кәдімгі айтпасам 18 жыл көтермен әйел бар бізде. 18 жыл бармаған жері қалмаған. Экоға барған қайта. Ол баламыз 3-те, қазір өткенде 2-шісіне келді. Өзім көтерем деп ойлаған едім, болмай жатыр. Қайтадан сізге келдім. Сол кезде сіз бәрін прям по полочкам жазып бергенсіз, бәрін орындадым, алаң қаламен. Нәтижесі балаңыз деп келіп отыр да, қолына гүлін алып. Сондай, яғни бұл жерде біз ұтамыз. Интегративный подходпен емдеу арқылы пациенттердің жүріп өтетін жолы қысқа, әрі мақсат алдында, және де картасы дайын ғой. Картасын біз береміз ғой. Адаспайды да. Әр маманға барған кезде адасады. Былай барсам беке, былай барсам беке, мынаны бассам беке, мынаны бассам беке деген сияқты пациентте кәдімгідей путаница кетеді миында. Сол үшін интегративный медицина өте мықты медицина. Болашақта біздің Минздрав қолға алады деген сыбыстар бар. 5-10 жылда жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай көбейеді деген ойдамын енді. Мөлдір ханым, бірақ қазір біздің әйелдердің медициналық білімі, тіпті гинекологқа деген түсінігімізде әлі бір дұрыс қалыптаса қоймаған секілді. Гинекологқа кім барады деп ойлаймыз? Тұрмысқа шыққан әйелдер, бала көтере алмай жүрген әйелдер, немесе бала босанған әйелдер. Негізінде гинекологқа қыз бала кезінен қаралу керек қой, қыз кезінен. Толық аша өтейікші, себебі болашақта неге бала сүйе алмайтын қыздар көбейіп жатыр, соны бір тарқатып өтсек. Сұрақ болды, бұл прям айтқым келіп жүрген нәрсе еді халыққа. Маған 2 жыл бұрын 8-ші класстың оқушысын алып келді. Төстері өспеген, этикары жоқ. Сонымен айтты, қызда кәдімгі инфантилизм бар. Яғни өсіп жатқандығы дамып жатқан жоқ. Репродуктивті жүйесі дамымай жатыр да. Мамасы алып келеді, осында болып жатыр қызың деп. Сонымен гормондарды тексерген кезде детский матка деп береді. Детский матка. А бізде қалай айтады? Мен мамамдікі 8-ші класс бітірген кезде келген, мамамдікі 11-ші класс бітірген кезде келген норма деп ойлайды да. И мамаларда Құдай сақтасын, жұрттың қызарғы ерте келіп жатыр ғой.
ештеңе етпейді деп жүре береді да. Бұл кішкене қараңғылық негізі. Дұрыс емес. Қыз баласы 7-ні бітірді, максимум 8-ді бітірді, етекірі келмей жатса, төстері өспей жатса, және де алла сен деймін, түктеніп айтамыз, түктенуінде де отставать етіп жатса, ол дұрыс емес. Әйел адаммен, анамен қыздың арасында байланыс болу керек. Қызға ең жақын адам ол бізде ана. Папасы сұрамайды ғой, қызым сен етекіріңіп жүр ма деп. Енді бұрынғы заманмен қарағанда қазіргі заманда біздің әйелдердің кішкене көзі ашылып, 20-30% деп айтайыншы, инстаграмнан көреді, анан көреді, коуч психологтардың арқасында, Аллаға шүкір. Солар көріп кішкене бір араларында байланыс бар деп айтқым келеді, ана мен баланың арасында. Бірақ сонда да апармай отыра беретін аналар бар да. Гинекологқа қызыңыздың 8 жас бітіргеннен кейін етекірі келмей жатса, түктену процесі болмай жатса, сүт бездері өспей жатса, бойының өсуінде барлығында байқайсыз ба, кешеуілде болып жатыр ма, онда міндетті түрде эндокринологқа және гинекологқа апару керек. Апарған кезде сіз болашақта қызыңыздың бесплодияның алдын алады. Яғни ертең қызы тұрмысқа шығады, тұрмысқа шыққан кезде ең бірінші бізде қазақпыз ғой. Қазақпыз, салт дәстүріміз біздің келін түседі, келін түскеннен кейін жаңа өзінің жоралғысы бар, ана жаңағы қыздық деген сияқты бар, оның бәрін көреді, одан бөлек бізде күтеді. Келін көтерді ме екен деген сияқты. Сол кезде поздно болып барған жеріне қызды кішкене жүзін төмен қаратқызып, ол қызды ойбуына келін көтермей жатыр деп мамасы уайымдап, ол тұрмысқа шығып болған жерінен қызын қолынан сүйреп әр мамаға апарғаннан көрі опять бұл жерде жолды қысқартады. Егер дәл уақытында гинекологқа апаратын болса, гинекологқа апарғанда бізде мынандай түсінік бар ғой, қызы бұзылып қалған ба? Не үшін барып жатыр? Ол гинекологқа. Бұл қалалық жерде байқалмауы мүмкін, бірақ ауылда ананың қызы гинекологта жүр деп кетті. Не үшін жүр? Қызы бұзылып қалған ба? Қара бет болған ғой деген сияқты нәрсе болады. Жоқ, ондай емес. Ханымдар, әсіресе әйелдер қауым сіздерге айтқым келеді. Ондайды қояйықшы. Біз қазір 21 ғасырда дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Сіздер білмесеңіздер де бар ғой, біз білмесек те ше, біздің қыздарымыз бәрін біледі. ютубты ашады, олар жыныс қатынасы не екенін біледі, етекір не екенін біледі. Біз ойлаймыз ғой, біз айту керекпіз деп ше, бірақ бәрібір де ана айтқан дұрыс. Әсіресе аналар, сіздер айтыңыздар, сенің жыныс мүшеңе доступ только маған гинекологқа болды, басқа ешкімге доступ жоқ. Яғни көрейінші, ұстап көрейінші, анау-мынау деген нәрселер болады ғой, ол дұрыс емес. Хотя гинекологқа әкелуде қашқаннан гөрі сіздер осыны жеткізсеңіздер екен деп айтқым келеді аналарға. Қайта осыны жеткізіңдерші, қызым, сенің ең құнды жерің, ең соны ценный жерің сенің, ол сенің жыныс мүшелерің. Ертең ол жерден ұрпақ сүйеді, өмірге бала келеді. Ол жерден ол ертең өмірге сонда бір біздің болашақ президентіміз келуі мүмкін да? Яғни сол жеріңе, бізде қазақта айтады ғой, бір елі жеріңе не дейді? Екі елі қақпақ деп айтқан, сол бекерден бекер емес қой. Біздің қазақ өте ақылды дана халықпыз ғой негізі. Мақалмен ақ жеткізген да. Енді біздің қазір жастар мақалмен түсінбейді. Басқа поколение ғой бұлар, ашып айта берген дұрыс. Зумер поколениесі лучше ашып айтқан дұрыс. Қызым, осылай еге бол деп. Қыздарыңызды міндетті түрде гинекологқа апарыңыздар. Ода тұрған ешқандай ұят емес. Ұят емес, гинекологты апарып тексерткеннен мейлі ауылда жерде тұрасыз ба, айтар көршілеріңіз, ой, бұны қызын сүйреп жүр ғой, что-то не то деп айта ма, айта берсін. Бір айтады, екі айтады, қояды. Зато сіз қызыңыздың болашақ ұрпақ өрбітуіне, құдағиыңыздың алдында сіздің жүзіңіз қараңғы болмауына сіз еңбектеніп жатсыз. Иншалла барған жерінде бара салып тұрмысқа шыққаннан кейін, егер өздері қалап жатса, қазір жастар басқаша ғой өзі, 1-2 жыл қоя тұрайық, үй алайық деген сияқты. Содан кейін Алланың қалауымен олардың бала көтеріп кетуіне, сізде небере болуына, мамашаларда барған жерінде де ой деп жаңа той болуына біз үлес қосамыз. Гинекологқа кішкентай кезінде, қыз кезінде апару арқылы ұяттың бәрін жинастырып қойған дұрысырақ болады. Ол бір жалған ұят деп айтар едім мен. Жалған намыс керек емес та. Жалған намыстың арты сондай оқиғаларға апарады. Негізі гинекологқа бару ұят деп тек қана қыздардың көзқарасы емес, үлкен әйелдерде де кездесетін секілді, әлі күнге тұрмысқа шыққан, баласы бар, қой гинекологқа бармайым деген осындай оқиғалардың арты қайда апару мүмкін негізі? Оның арты бізде жаман ауруға алып барады. Рак ауруына алып барады. Маған келеді, үлкен әйелдер келіп жатады. Мен всегда бізде онкоцитология мозок аламыз. Яғни онкоцитология мозок алудағы мақсатымыз біздің рак шейки маткенің алдын алу. Мен жасы пациенттің 30-дан астыма
бәрінен подряд мазок аламыз. Паптерс аламыз. Паптерс алған кезде арасында шығып жатады. Енді не істеп жүрдің осы күнге дейін? Мазаламайды ғой негізінде. Десем, білмеймін, мен 4 рет бала тудым, 6 бала тудым, бала туған кезде роддомға барам, туам, кетем болды дейді. Гинекологшы. Гинеколог не үшін керек маған дейді. Сондай адамдар бар. Не үшін керек гинеколог? Мені мазаламайды, мені ауырмайды дейді. Осы жерде айтқым келеді ханымдарға. Әйелдер қауымы гинеколог бізге қазіргі таңда 2-ші орында тұр бізде. Сүт безінен және де шайкадан рак ауру бойынша өлім қатты прям өріп жатыр. Сол аурудың алдын алғыңыз келсе, міндетті түрде гинекологқа жылына 1 рет барыңыздар. 6 ай сайын демей ақ қояйын. Хотя бы жылына 1 рет. Матка бізге бала туу үшін ғана қолданатын құрал сияқты көрінеді да? Жоқ. Бала туу үшін емес, маткамыз біздің керемет көзіріміз ғой кәдімгідей. Маткамен біз отбасын сақтай аламыз. Қанабызбен, маткамызбен біз бала ұрпақ өрбіте аламыз. Әйелдің жүрегі жатыры деп жатамыз. Жүрегі ғой. Маткамызбен біз отбасындағы бір сүйіспеншілік, еркек пен әйелдің арасындағы бір махаббат, екеуінің бір-біріне бұрын соңында оянбаған сезімдерінің ояну да кәдімгідей тікелей жол алып баратын ол біздің маткамыз. Сол үшін матканың рөлі өте үлкен. Яғни бала босанған кезде ғана емес, біздер бала босанбаған кезде де баланы туып болғаннан кейін 6 айдан кейін барып, так, балам кішкене өз-өзіне келді, қосымша ішіп бастады, мен көрейінші астым не болып жатыр екен. 9 ай күні, 9 ай 2 қабат болған кезде креслоны шығармаймыз. Болмайды. Угрозадан қорқамыз. Босанып болғаннан кейін, босандың болды ғой, бәрі жақсы, үйіне барады, қырынан шығады, сөйтіп безалды өткен кезде 2-шісін көтеріп қоймайды, 3-шісін, 4-шісін, 5-шісін, 7-шісін сөйтіп көтеріп жүрген әйелдер көп та. Соңында әсіресе ауыл жерлерде өте өкінішті, көп әйелдер 7-8 баласын неғып, бірақ шекематкадан кетіп қалып жатыр қазір. Ол ненің арқасы? Сол қараңғылықтың арқасы. Мен бала көтеріп жатырмын, демек менің денім сау деген өте қате пікір. Шайкадағы жара ракқа айналады ғой. Ұрпақ өрбітуге қатысатын яичниктің аналық бездерінің жұмысы, овуляцияның болуы, ұрпақ өрбіту ол екеуі 2 бөлек әлем. Екеуі 2 бөлек тема. Сол үшін бала көтеріп жүрмін, менде проблема жоқ. Бізде көбіне кімдер келеді? Бала көтеріп жатқан ғой. Солар ғана келеді, как будто гинеколог сол бала көтеріп жатқандар ғана керек сияқты да? Жоқ. Бала көтеріп болдыңыз ба? Алланың қалауымен, Аллаға шүкір, аман есен тудың, разрыв болып жатасың, басқа болып жатасың, тұрмыста жаңағы өздерің жаңағы отбасылық, жыныстық өмірлерінде айтады, жаңағыда что-то бұрынғыдай емес, босанып болғаннан кейін басқаша бір жаңағыдай звуктар болады деген сияқты айтады ғой. Яғни сондай кездің өзі оған уже сигнал да, сен барып бір көрінші деген. Сол кезде келіп көрінеді. Бұл мәселе, енді білем, қатты терең кетуге кішкене ұялып тұрмын бәрібірде. YouTube болғаннан кейін отбасын сақтауға, ер азаматтың басқа жаққа кетіп қалмауына, ер азаматтың махаббатын суып кетпеуіне, босанып болғаннан кейінгі әйелдің маткасының, әйелдің жынысқа түскен кезде состояниесінің бұрынғыдай болма қалуының өзі гинекологқа баруға тікелей показания беріп береді. Тікелей показания кәдімгідей. Яғни мен бар екен, оказывается, білмеймін де бар екен, оны реттеуге болады ма? Мен ойладым ғой, бала туып болғаннан кейін болды, сол қаласын деп ойладым ғой дейтін де бар екен да. Жоқ қыздар, олай емес. Бұл өмірде, Аллаға шүкір, өлімнен басқаның барлығын реттеуге болады. Өлімге ешкім ештеңе жасай алмаймыз. Өлім ол хақ. Өлім сағат келген кезде ешқандай маман көмектесе алмайды. Басқаның барлығы медицинада қазір өте прям күшті медицина технология дамып кеткен. Қандай проблема болса да, әйелде босанғаннан кейін, босанғанға дейін, немесе жаңағыдай жүктілікпен түк қатысы жоқ, қандай да бір проблема болып жата ма, жүгіріп гинекологқа бару керек. Алланың қалауымен ол жерде барлық мәселе шешіледі. Жаңағы ауытқып кеттім кішкене, әйел адамдардың, үлкен жас келген әйелдердің гинекологтан қашуы, олар бір андай ұят көретін сияқты. Жасым келіп қалған кезде барып ашып жатам балдарына, ұят емес па деген сияқты да. Үлкен тәтелерге айтқым келеді, сіздер олай жасамаңыздар, қайта сіздер келетін болсаңыздар, келді ғой 70-тегі 80-дегі апа келеді, астынан қан келіп жатыр, қыздар алып келеді, ашып қалсақ уже гүлдеп кеткен астында рак болып жатыр да. Сіздер сондай рак болғыларыңыз келмесе, жаным тәтелер айтқым келеді, сіздер ұялмаңыздар. Біз мін тағушы, сын тағушы емеспіз. Біз осы мамандықты таңдадық, көмектесем, өзіме ұнайды.
иә. Сол халыққа көмектескім келеді. Олардың Алланың аманатқа берген 12 мүшесін Алла тағаланың алдына барған кезде кәдімгідей қиянат жасамай, аманатқа қиянат жасамай алып баруына себепкер болу деген әр мамандықтың, әсіресе дәрігердің өздерінің Аллаға қойған миссиясы бар. Жақсы көретін адам ешқандай брызгать етпейді ол жерде, ешқандай бір пациенттерге жаңағыдай күлмейді деген сияқты, олар ойлауы мүмкін күледі, мен астымнандай что-то не то деген сияқты жоқ. Айтады бір-біріне деп. Иә, айтпайды, наоборот олар келсе қайта оны шешіп алады ғой. Сол үшін үлкен дәрігерге айтқым келеді, келіңіздер. Тек қана келіңіздер, сіздер балдарыңыздың рахатын көретін кезде, немере шөбере шөпшек сүйіп отыратын кезде, Құдай сақтасын, жаман аурумен ана есте мына еске, ана есте мына еске химия алып, бүкіл уайымыңыздың бәрі той емес, машақаты жаңа ауру болып кетпес үшін міндетті түрде жылына бір рет гинекологқа келіп мазок тапсыруды айтқым келеді. Ол мазок пап тест. Рак шейке маткенің алдын біліп тұратын. Болмай тұрып алдын алған кезде всегда Алланың қалауымен көмектесіп ракқа жеткізбей емдеп алуға болады. Керемет. Өте біздің қоғамға жетіспейтін сауатты пікір естіп отырмын. Мөлдір ханым, мен негізі гинекологтарға осы сұрақты қойғым келеді. Жүктілікке дейін дайындалу керек деп жатамыз ғой, сау ұрпақ дүниеге әкелу үшін деп. Сіз өзіңіз гинекологсыз, әрі өзіңіз анасыз. Сол кезеңді қалай өткердіңіз? Негізі сау жүктілік қалай өту керек? Сау ұрпақ дүниеге келу үшін қандай кезең болу керек? Мен гинекологпын, 17 жылдан бері жұмыс жасап жатырмын, бірақ мен өзімді бір жоғары айтып не істегім келмейді, өтірік айтқым келмейді. Менде бірінші, екінші жүктілік дайындық болған жоқ. Себебі ол кезде менде білім болған жоқ. Бардым, тұрмысқа шықтым, бара салысымен көтердім. И соның зардабын мен қазір әлі тартып келемін. Қызымда. Менде анемия болды өзімде, дефицитті толықтырмадым. Менде запор болды. Запор болғанда мен токсикоз болдым. Тұрмысқа шыққан жаңадан түскен келінмін, өзім дәрігермін. Барған жерімде кәдімгі әңгіме кетті, өзі врач емес па, не мынау, өзі анемия, ертең қандай бала туады, денса бала туа ма, денса бала тумай ма, ертең ауру бала туа ма деген сияқты әңгімелер де болды. Енді оның барлығы ешқандай өкпе реніш емес, олардың барлығы жаңағыдай мені орнынан ояту үшін болған не деп қабылдадым. Сонымен мен дефицитті толықтырмай, ол кезде интегративті медицинадан мұрныма иісі бармайды. Академияны енді бітірген кезім, 24 жасымда оқуды бітіре салысымен тұрмысқа шықтым. Барған екен бір айдан кейін көтердім. Алланың қалауымен. Вот сол қызым қазір әлі күнге дейін анемия. Әлі соның зардабын тартып келе жатырмын. Мақұл ешқандай бір ерекше бала болып қалған жоқ, альхамдулиллах. Мақұл ешқандай бір сондай бір мынандай бір ауру болған жоқ, бірақ анемия дегеннің өзі ертең ол қыз баласы ғой. Ертең оның ұрпақ өрбітуіне, ертең оның да бір дайындық этаптан өтіп бар бала көтермейтін болса, бұл арай кете береді да. Ұрпақтан кете береді. Сосын токсикоз болдым. Токсикоз осы қызымда ғана болдым да. Артынан 3 балам бар. 3 жөнінде де болмады токсикоз. Бізде токсикозды өшіре айтып өтейінші. Токсикоз былай ойлаймыз. Иттің итаяғынан мынандай не дейді? Тамақ құйып берсең қояды деп солай жасаған маған, енелерім жасаған. Сөйтіп мен біліп қойып жеркеніп кішкене не істеп, енді интегративті медицина келгенмен 5 жыл болса, сол кезде мен түсіндім ғой. Оказывается, ол жақта емес деген мәселе мына жақта екен ғой деп. Өт жақсы тамбайған кезде, өт ақпаған кезде бауыр детокс жұмысын жасамайды. Бауыр детокс жұмысын жасамаған кезде бізде токсиндердің бары қанағым жүйесіне енеді да, кишечник ішіне токсиндер жинала береді. Яғни бізде матканың астында кишечник жатыр ғой. Кишечниктің ішіндегі тамақтың қалдықтарын бәрі запор не ол? Тамақтың қалдықтары задержка шықпай жатыр сыртқа. Өті жақсы дамып тұрса, бауыр жақсы детокс жұмысын жасап тұратын болса, астынан сөл жақсы бөлініп тұратын болса, онда бізде ішектің ішінде үлкендер қалмай күндес шығып отыру керек ғой. Тамақ ішесің, ертесін шығасың, тамақ ішесің, ертесін шығасың. Процесіне солай болу керек еді. Бірақ задержка. Тамақ ішесің, шықпайды 1 күн, 2 күн, 3 күн, қарасың задержка болып жатыр, ол қайда? Ол ішектің ішіне жиналып жатыр. Ол жерде шіріп, іріп, өзінен токсин у бөледі. Ал ол бөлген уды матканың ішіндегі балаға береді. Ең жаман нәрсе осы да. Балаға берген кезде токсин дегеніміз, токсикоз дегеніміз от слова токсин. Қараңызшы, токсикоз дегеніміз от слова токсин. Яғни токсиндер, лас нәрселердің барлығы бізге матканың ішіндегі бала стерильный болады, тап-таза болады, матканың іші де токсинге толы болады. Сонымен бала келіп ішіне түскен кезде
токсикоз ретінде токсиндерге баланың реакциясы біз құса береміз, жүрегіміз айней береді, лоқси береміз. Ал кім өтін ағызып, бауырында тік жұмысын дұрыстап, реттеп, запор болмай, дефицитін толықтырып барып көтерген аналар, менде қазір солай дайындаймын, ол жүктілікке токсикоз жоқ. Сау анада токсикоз болмайды негізі, токсикоз болмайды. Тек қана ЖКТ-сында, яғни астан ішек жолдарында, сол жерде кімде проблема бар, кімде запор бар, солар не істейді, оларда токсикоз болады. Токсикоздың соңы бала сарғайып туылады. Қарашы, бала сарғайып туылады. Қазір бала сарғайып туылса не істейді? Бай деп фотоға жатса да, өйтеді, оның астында анемиямен, сарғайудың себебі анемиямен, мамасындағы анемиямен бағана токсиндердің барлығының балаға өтіп кеткендігі, сыртқа бала өмірге келген кезде сарғаю болады, жүктішінсіз болады балаларында. Яғни менде қызымда жүктішінсіз болмады, бірақ одан кейінгілерінде ешқайсында болмады, Аллаға шүкір. Енді сұрағыңыз, өзіңіз дайындалдыңыз ба? Мен 3-ші мен 4-шісіне дайындалдым. 3-ші мен 4-шісіне дайындалдым. Бірінші қызымды емізіп жүрген кезде уже 2-шісін тоже мен солай көтеріп қойдым. Сомен 2-ші топ болған екен, жайлап уже есім жинадым. Жоқ, мен перерыв жасаймын арасында, өзім денсаулығым қалыпқа келтіремін. Запор өзімде болған менде. Анемия өзімде болған. Запорымды реттедім, анемиямды реттедім, дефицитін бәрін толықтырдым, бауырды өттің бәрін жақсылап ағызған кезде, Алланың қалауымен 3-4 балада да машалла бола келеді өмірге. Басқаша. 4 түрлі. Бірақ дайындалмай босанған баламен дайындалып барып, жүктілікті жоспарлап барып, организм, ол дайындық деген бізге просто мынандай бар екен, бізде мыналар бар екен. Мен арасын 3 жыл демалсам, дайындық деп ойлайды екен. Уже ағзам қалпыма келді деп ойлайды. Жоқ, қателеспеңіздер, олай емес. Дайындық деген 3 жыл жүресің ба, 5 жыл жүресің ба, даже 1 жыл жүресің ба, арасында сол жерде чекаптан өтіп, қай жерде менде қай орган ақсап жатыр, соны реттеген кезде ол дайындық болып саналады. Өйткені ол ақсап жатқан органы қазір өзі үшін ақсап тұр. Тек қана осы мөлдірдің күнделікті өмір сүруіне, адамдарға ақпарат беруіне, жұмыс жасауына, күнделікті өмір сүрмей маған энергия кетеді, микроэлементтердің бәрі маған жұмыс жасайды ғой, соған ғана кетіп тұр. А мен ертең жүкті болған кезде, ақсап тұрған органым 2 адам үшін жұмыс жасаған кезде нагрузка болады, сол жердегі органым менің артқа кетіп бастайды. Көрдіңіз ба? Артқа кетіп бастайды. Яғни менде сол органнан жүктілік кезінде конкретно проблема болады да менде. Почкамнан мысалы үшін приступ ұстап қалуы мүмкін, давление көтеріліп кетуі мүмкін, запор емдемейтін болсам, кәдімгідей қандағы токсиндер кожа арқылы сыртқа шығып, экзема псориазданып кетуі мүмкін, білмеймін мен. Сол үшін міндетті түрде жүктілікті жоспарлап көтерген кезде Алланың қалауымен қазіргі таңдағы ауру бала туылып жатыр ғой. Солай емес, дені сау, Алланың қалауымен дені сау баланы алып, ай сайын тек қана айына 1 рет жаңа өзінің осмотр аппаратын бала туамыз. Ал егер жоспарламайтын болса, онда біз не істейміз? Поликлиникадан шықпайтын. Даже жақтан құс ұшып кетсе, мұрнынан суағып, көз іріңдеп, ауырып, анемия, бледный болып, гипоксия, анемия болып, ана бала жаңағыдай 2-3 ай болған кезде дамыған кезінде сөйлемейді. ЦПР, ЗРР, Дауна, ДЦП түрлі диагноздар шығады. Әсіресе осы кезде мен айтқым келеді, көп бала туатын әйелдер внимательно болса екен дегім келеді. Олар былай ойлайды ғой, мен постоянно туып жүрмін ғой, мен дені сау ғой, балам бәрін тудым ғой деп. Мен практикада 1-2 адамды білем, 6-7 жүктілік болып жатыр. Соларда сап-сау бала туып жүрген әйел 6-7-сінде уже дауна беріп жатыр да. Сонымен ол үзбеймін деп қарсыласып отыр. Үз десем үзбеймін дейді да. Жүктілік үзу керек қой енді. Ертең дауна бала ол дені сау бала емес қой. Сонымен ол айтады да, неге мен дені сау бала туып жүрмін ғой, неге бұл ауру болады дейді да. Мен сенбеймін анализдерге дейді. Анализдер 100% дауна беріп жатыр. Бұл жерде айтқым келеді, организм шаршады. Просто шаршады. Өзіндегі барын до конца выжимать етіп беріп тастады, бәрін беріп тастады. Медь бола ма, цинк бола ма, молибден бола ма, кремний бола ма, витамин С бола ма, Д бола ма, железо, ферритин бола ма, организм микроэлементтің барлығын 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші балдары одан мамадан бәрін алып қойды да, мамада ештеңе қалмады. Мама пустышка. Сол жерде әрине ауру бала болады. Сол үшін егер мен 6-7 бала туып жүрген көп балалы анамын, мен Құдай сақтасын, мен дұрыс дені сау бала туамын дейтін болса, қатты қателеседі. Тек қана жоспарлап, дефицитті толықтырып, гормондардың бәрін реттеп, өзі дені сау статусына өткен кезде ғана бала көтеруге рұқсат. Алланың қалауымен тура алдыңға 5-6 бала сияқты ол не істейді? Дені сау баланы туады. 5-6 балаға дейін организм өзіндегі барды до конца берді.
до конца оны сорып алды да, а ең соңына келген кезде уже ол көтерді, бірақ ана бала дені сау емес болып отыр. Бұл жерден шығатын түйінді міндетті түрде жоспарлау керек. Өте керемет. Қазір біз көп балалы аналарды алтын алқа иегері, күміс алқа иегері, батыр ана деп енді қоғамда, медиада түрлі ақпаратпен жарнамалап жатамыз ғой. Бірақ сол аналар бір денсаулығына көңіл бөліп қойған жөн секілді. Енді Мөлдір ханым, бала көтере алмаудың себептерін бірнеше факторы бар ғой. Енді бірақ жиі кездесетін факторларды атап өтейікші. Және қазір Threads желісінен, әлеуметтік желілерден байқап қалам, жастар отау құрмас бұрын арнайы мамандарға, жігіт урологқа, қыз гинекологқа барып жатады деген жазбаларды оқимыз. Сондай жазбалар рас па шынымен? Гинекологқа келетін қыздар бар ма? Менде қандай мынадай дефициттер жетпей жатыр ма? Мен бала көтере аламын ба дейтін, соны бір өзіңіздің аузыңыздан естейікші. Ол рас, негізі Threadsте отырмайды екен, бірақ ол рас. Жас қыздар келіп жатады. Менде былтыр 10 шақты қыз болды. Қыз кәдімгідей, енді біз өздері айтады, қызымды тезеп беріңіз деп, қызықтан тезеп береміз, қызық бересіз, орнында тұрмаған деген сияқты. Сол кезде қараймын да, бір ішінде 2-3 уже истощенный болып келді, организм шаршап қалған. Сұраймын, үйің нешіншісің деп. Үйің 3-ші, 4-шісі, 5-шілер да. Үйінің үлкендері 1-ші, 2-шілер андай болып келеді. Как бы денсаулықтары жақсы болып келеді. Ана ортаншылар внимание бөлінбей қалған деп всегда айтамыз ғой. Внимание, сосын мамасынан алып қойды ғой барлығын. Соңына келген кезде. Сол кезде келді, мен өзім бүйтіп ойпырмай деп қалдым. Керемет қой негізі бұл. Негізі жақсы нәрсе. Біз енді ондай нәрсе жасамағанбыз ғой. Біз бәрі бұрынғы адамына кіреміз ғой. Басым шайқалдым, ойпырмай, жастарың пысық деген ой болды. Бірақ риза болдым. Өзіне айттым, молодец деп. Зато Алланың қалауымен, Аллаға шүкір, сол қыздар жазды кейін маған. Сіздің айтқанды бәрін істедім мен. Кішкене дефициттен толықтырып емдерін жазып бердім ғой. Айтатын, осы 3 деген той болады, ұзатылу болады деп ше. И барымды сразу көтердім. Барлығы жақсы, токсикоз болған жоқпын. Бізбен бірге түскен келіншектер, құрдастарымыздың келіншектері токсикоз болған, құсып отырған, больница жатыр деген сияқты айтқан да, сол кезде. Деп не істедім. Қайта біз дәрігер болып тұрып, айтпайды екенбіз оларға жаңағыдай. Тұрмысқа шығатын қыздар бізге келіңдер, тексерістен өтіңдер деп айтпаймыз ғой. Біз тек қана жоспарлап көтеру керек деп айтамыз ғой. Қазіргі зумер поколениясіне керемет нәрсеміз бар екен. Ол рас. Ол кәдімгідей іс жүзінде практикаға асып жатыр. Ал бала көтере алмаудың негізгі факторларын атап өтейікші. Бұл жерден жастарға тиісеміз кішкене. Бұл жерде қазіргі жастар энергетика өте көп ішеді. Негізі Алланың қалауымен бізден энергия өзімізден бөлінеді. Гормон счастья өзімізден бөлінеді. Дофамин, окситоцин, серотонин гормондары бізге бақыт гормонын сыйлайды. Бақыт гормоны егер ол түнде сағат 10-да ұйықтап қалатын болса, таңғы 6-да тұратын болса, кешкі сағат 6-тан кейін аузынан бықтырып тамақ жемей, дұрыс тамақтанатын болса, газировка, сүт өнімдері, тетрапакеттер, қатты қорған тамақтар, фастфудтар жемейтін болса, адамның өзінен прям жанып тұрғанындай энергиясы өзінен шығады. Ал бізде жастар жұмыс жасайды ғой енді. Біреу анандай мамандық, біреу мамандық деген сияқты әртүрлі мамандықта жұмыс жасайды. Ол мамандықта жұмыс жасап отқан кезде оған энергия керек қой. Оған бір андай работоспособное состояние керек да. Соны алу үшін горилла ішеді. Горилла ішкен кезде өзінен бақыт гормоны бөлінбей қояды да. Ол бақыт гормоны бөлінбегендіктен бізде кортизол гормоны қатты оянады. Кортизол гормоны, яғни стресстің гормоны. Стресстің гормоны қатты оянған кезде бізде қайтадан жаман ауру пайда болады. Оларға айтқым келеді. Білмеймін, енді естидің құлақ болсын болмасын, біз айта бер, бізге шарт. Бізге парыз деп ойлаймын. Айта беру керекпіз. Өзім қыздарыма, туыстарыма айтамын, ішпеш. Қазір кардиолог таныстарым бар. 24 жастағы жаңағыдай инфаркт бір рет алып, энергетиктардан, энергетиктан. Энергия сусыннан 24 жастағы пациент Шымкент қаласында кардиологта кеше сторисіне салды. Сонымен бір инфаркт алып, енді ара ұстап отыр қазір. Қайталап қалмаса екен деп. Не көрді енді 24 жасында? Не көрді былай қарағанда? Әлі ештеңе көрген жоқ қой, қыз. Сигарет шегеді екен күніне, электронный. И энергетик күніне 2 жай шегеді екен. Олсыз жүре алмаймын дейді. Состояние уже 70-80-дегі апалардың состояниесі ғой. Жүктіліктен болмай жатқанның себебі ең бірінші мен мұндалап тұрған жан-жанымыздағы бізге кратковременный қандай бақыт гормонын сыйлайтын қысқа жеген кезде деп бүйтіп күшті болып қаламыз да, фастфуд жеген кезде деп. Бізден антиэйджде қатты айтады, антиэйджде прям жестко айтады. Тәтті тамаққа байланып қалғандар бақытсыздар дейді. Бақытсыздар.
кімнің өзінен бақыт гормонын білінбейді, соны алу үшін тәтті тамақ алады да деп уақытша іздейді да содан кейін ол кетіп қалған екен, екінші тамақ алады, үшіншісін алады, бесіншісін, алтыншысын кешке дейін солай жеп дейді да, бір күн қараса артық салмақ болған кезде ешінтердің жұмысы жай баяла жұмыс жасап бастайды. Қазір жастардың арасында қатты қарқынданып кетті біз не ожирение, артық салмақ қатты күшейіп барады күннен. Қайдан болып жатыр? соның бәрі тамақтан болып жатыр ғой. Хотя біздің ата бабамыздың кезінде не деді, 80 болды, 70 90 болды. Кешіріп қойыңыздар, қазір 80 90 былай тұрсын, қазір 30 жастағы балалар, ер азаматтарымыз көтеріп замай жатыр, процент 0. Азас бермей деп береді. Неге? Мынандай салмақ, ішкендер энергетик, шеккендер темекі, түнді 4-5 шешін ұйықтамайды, күндіз ұйықтап жатады. Дұрыс емес, олар биоритм бұзылып кетті. Биоритм бойынша түнде ұйықтап жату керек. Біздің ішкі органдарының барлығы келесі күннің менің ішетін тамақтарымды шашып құртып жіберу үшін спящий режимде жату керек. Түнгі 10 мен таңғы 5-тің арасында. Мен ұйықтамай жатырмын ба? Олар ояу жатқан кезде, сонный емес процесс кезінде олар не істейді? Жұмыс жасап тұрады. Адамдар жасынан келгеннен емес, адамдар ішкі органдардың шаршағаннан, ішкі органдардың мезгілінен ерте қартайғаннан қайтыс болады. Яғни жаңағы жастардың ерте инфаркт болып жатқаны, жастардың ерте өттің бауырын отказ беріп кәдімгі цирроз алған болып жатқанның барлығы олар уже истощать етіп тастады. Тамақты жей беріп ешкім ұстамайды ғой бізде. Бір тамақтың ішіп болғаннан кейін екінші тамақтың екеуінің арасы 6 сағат болу керек. Жоқ, біз құрбымыз көріп қалсақ неғып отыра кафетерияда шай ішіп аламыз, мына жерге көріп қалсақ мороженое алып жей аламыз, су алып жей аламыз. Оның барлығы ішкі органда тоқтамай жасай береді. Қорытуым керек. И қарасаңыз жастарынан үлкен көрінеді. Өте үлкен көрінеді. Қайта бұрынғылар, енді біз демей қойын, бұрынғылар өздерінің жасынан жас көрінеді. Бүгін ғана сондай негізі жазба байқадым. 96 жылы қыз жазыпты да, біз өзіміздің жасымызға лайық секілдіміз, бірақ 2000-нан кейінгі буынға қарасам, өзінен жасынан 10 жас үлкен секілді, кейде сондай комплименттер айтып өзім ұялып қаламын дейді да, олардың жасы кіші екен ғой деп. Ол рас қой. Өйткені бұрынғылардың кезінде, олардың кішкентай балалық шақ кезінде, менің балалық шағымда болмады, энергетик болмады. Телефонда болмады, телефон ұйықтатпайтын, А еще гаджет бар, гаджет болды, тоже бесподияға келеді олар. Тоқтаусыз миға ақпарат, ал бізде ми кішкене тыныш болу керек, аналық безіміз өзінің жұмысын атқару үшін. Бізде ұйықтаған жерде шекеңді ұйықтап жатамыз, телефон қолымызға ұстап жатамыз да. Яғни бұл жерде экология, дұрыс емес тамақ, спорттың жоқтығы, гиподинамия бір орында отырып, гаджет, одан кейін стресс ең маңызды рөл ойнайды. Барлығының басында кредит, ипотека. Енді мына Алматы қаласында пробканың өзі стресс негізінде. Бізде ондай стресс жоқ, Шымкент қаласында, Аллаға шүкір. Стресс кәдімгі бүйтіп өзім кешіп келіп жатырмын ғой. Деп отырмын мына жерде шығып деп. Соның өзі ауруға әсер етеді. Стресс кезінде біз өт танбай қалады ғой. Көрдіңіз бе? Өттің тамауына біз тек қана жаңа айтамыз ғой, қой тамақ жегеннен өт танбай қалады деп. Стресс болып жүрген кезде өт қойылып қалады, өт жақсытанбай қалады. Спазм болып қалады өт. Ал өт жақсытанбаған екен, ертең бауырды жұмыс жасамайды, запор, токсикоз, ауру бала, тер аурулары, онкология, түр аурулар шыға береді, көрдіңіз бе? Яғни бұл жерде не істейміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде біз пациенттерге стресске дәрі беріп қоямын. Препараттарын беріп қоямын. Кәдімгідей табиғи составы эко пациенттерге препараттарын беріп қойған кезде оларда пофиг состояние келеді да. Пробка болып отырмын, ничего барам ғой, қазір нәрсе болып тұрады да. Ата-енесі үйінде, сен бірдеңе деп атама деп отыра береді да. Телефон өшірсіп, кәдімгі деп отыра береді. Сол состояние бізге хотя бы ол басқаларға неудобный болса да, біздің ішкі органдарымыз құртпайды. Біз маман ретінде бізге ішкі органның бүйтіп спазмированный бүйтіп тұрған бізге керек емес та. Бізге барлығын өзінің ағысымен, қан айналым жүйесі әдемі бағып тұрғаны, өт жақсытанып тұрғаны, лимфаны жақсы ағып тұрғаны бізге керек. Сол үшін біз стресстен дәрі қосып жазып береміз. Яғни бұл жерде осы. Бесподияның нақты мынандай несі жоқ, бірақ жалпылама айтатын болсам, біздің өмір сүру салтымыз бесподияға қатты алып келіп жатыр. Егер бұрынғы ата бабамыз сияқты таңнан тұрып 5-6 жерін сауып, есігін сыпырып, көбісін пісіріп, тек қана айран, сүт, қымыз, қымыран, қолдың дерменен істеген қарауынан нан жеп, сары май жеп, тамақты
таза маймен істеп, кәдімгі жылқының іш маймен, қойдың несін тоң маймен тамақ істеп жеген болатын болса, бізде бесплодие болмайтын еді. Күнмен бірге оянып, күнмен бірге ұйықтайды ғой әрі, иә. Күнмен бірге тұрған, свет болған жоқ қой өзі. Свет болған жоқ. Мынамен біз доказа жүреміз, қолды кірмен, жаңағы қолмен жуып кірді. Солардың бәрін жасап жүрген болатын болса, бізде бесплодие болмаған болар еді. Халықтың денсаулығы жақсы болып, біз тек қана профилактикамен жасайтын едік. Алдын алумен жасар едік та. Біз алдын алумен емес, біз асқанып кеткен аурумен жұмыс жасадық. Зардаппен күресіп жатырық, иә. Ал қазір әйелдердің денсаулығында қандай проблемалар жиі кездеседі негізі? Соның бір белгілері бар ма? Алдын байқатпай беретін, тек біз әбден асқынған кезде ғана барып жүгініп жатамыз ғой? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз, ол прям айтқым келіп жүрген нәрсе болды. Әйел адамдардың арасындағы ең жиі кездесетін ауру қазір ранний климакс. Ерте басталады, иә? Оны жаңа сұрап жатсыз, оны қалай білуге болады алдын ала деп. Мысалға деп айтайын, ете кіріңіз, әйел адамдарда, қыздарда болсын, қыздарда да болып жатыр. 7 жас. 7 күн ете кір келетін болса, 7 жас емес, 7 күн ете кір келетін болса, күндердің күнінде, жылдардың жылында ол адамда ете кір 5 күн келіп бастайды. Ол ешқандай бір етеккірдің санын азайтатын, немесе ешқандай гормондар ішпеді, ешқандай бір аурумен байланысы жоқ, бірақ етеккір азайып жатыр, 5 күн. Одан кейін бір күні қараса етеккірі 3 күнге жатыр. Туып жүрген әйелдер болсын, жасы 30-ға дейінгі, онда бұл кезде, что-то не то, не болып жатыр менде, неге етеккірім азайып жатыр? Бұл ранний климакстың ең бірінші белгісі, күнінің азаюы. Одан кейін кейбіреулерде күн азаймайды, көлем азаяды. Көлемі 7 күн етеккір келе береді. Бұрындары мысал үшін бірінші күні сәл жағып келеді, екінші күні құйылады, төртінші күні сәл жағады, бесінші күні құйылады, алтыншы жетінші күні каплет етіп шығып кетеді ғой. Сондай болатын болса, бірінші күні жағып келеді, екінші күні құйылмайды, үшінші күні құйылмайды, төртінші бесінші күні сәл көрінеді, алтыншы жетінші каплет шығып кетеді. Бұл да тез арада гинекологқа көрінуге және де ненің белгісі, ранний климакстың белгісі. Біз айтамыз, ранний климакстың белгісі негізі артық салмақ, өтінің дұрыс ақпауы деп айтамыз ғой. Бірақ ранний климакс соңғы бізде антиэйдж школасын былай айтып жатыр, стресстен. Ал стресске алып келген не? Түнгі ұйқы. Жастарымыз қаншада ұйықтайды? Кеш ұйықтайды ғой. Үш төртте ұйықтайды ғой. Яғни түнгі 3-4-те ұйықтағандары олардың стресске туғызды. Стресс туғызған кезде біздің бүйрек үсті безіміз кетті. Бүйрек үсті без кеткен кезде аналық бездің жұмысы нашарлап бастайды. Аналық бездің жұмысын нашарлатпау үшін, жақсарту үшін бүйрек үсті безін емдейміз. Бүйрек үсті безін құр препаратпен емдемейміз. Ұйқыны дұрыстау керекпіз. Яғни ұйқысын дұрыстаса, тамағын дұрыстаса, спортты кішкене қосатын болса, даже препараттарсыз өзі етеккірі көбейіп ранний климакстың алдын алады. Ранний климакс бізде кәдімгідей қарқынданып кетіп бара жатыр. Туып қойған әйелдер де, тумаған, тұрмысқа шықпаған қыздарда да айтады ғой, әйел бала босанған сайын жасарады, матка істеп ше, иә? Ондай болып жатқан жоқ. Керісінше болып жатыр. Яғни одан алынбайды. Сен 4 бала босанған болсаң да, егер сен ұйқың дұрыс емес, стресске көп түсетін, питаниең дұрыс емес болып жүретін болса, ол қанша жерден 5-6 бала туған болсаң да, матка жасарып әдемі болып тұрған болса да, ешің ұйқыға кеткен. Сол үшін біз не істеу керекпіз? Өзіміздің әсіресе негізі қарапайым ғой. Былай формула қарапайым ше. Ұйқымызды дұрыстап жүретін болсақ, спортты қосатын болсақ, ерте ұйықтап, дұрыс тамақтанатын болсақ, бізге дәрігердің де, олардың берген препараттың да қажеті болмайды. Алла тағала бізді сондай өзі идеально жаратқан ғой. Бізді сондай жаратқан, өзіміздің организміміз солай жұмыс жасап береді бізге. Өте керек ақпарат. Мөлдір ханым жаңа етеккір туралы айттық қой. Қазір қыз балаларда етеккір кезінде ауырсыну, бірінші күн, екінші күн, ішім қатты ауырады, түйіледі, ешқандай дәрігерге бармайды, аптекадан ношпа, парацетамол, қандай дәрілер бар, қолжетімді дәрілер сатып алып, сонымен бір басқандай болам дейтін. Енді өзім қатарластарымнан да, құрбыларымнан да жиі естіп қалып жатам. Және жақында әлеуметтік желіден бір жарнама көрдім. Массаж арқылы маткаңды көтеріп береміз, етеккірін ауырсынусыз келеді деген секілді. Жалпы осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Бір нақты мен гинеколог маманның кеңесін білгім келіп жүрген. Болезнь месячный ғой. Ауырсынып келетін етеккір. Негізі
бағанағы таксиге қайттан барамыз бұл жерде. Сол жаққа ораламыз, сол жаққа барамыз. Өйткені тұрмысқа шықпаған қыз, көбіне қыздар болады. Иә. Тұрмысқа шықпаған қыз ең бірінші тяжелый неме болған кезде беті басқаша болады. Ана домалап жатқан кезде әйел қыздар домалап жатқан кезде үйлерінен тұрамайды. Кәдімгідей мамалар жұмыстан қалып, мен соны бір семьяны білемін. Мамасы жұмыстан қалып анаған уход жасайды. Күтеді ғой. Күтеді кәдімгідей. Ол хорошо, қазір күтіп жатыр. Аяғын тұрмысқа шыққанда кім күтеді оны? Соны айтамын. Оны кім күтеді? Бұл жерде бағанағы ауыздан зиян тамақтар түсті, дұрыс ақпады, зиян тамақтың барлығын жеді, пациентте запор болды қыз баласында. Запор болғаннан кейін кешесінің ішінде токсиндердің барлығы қанарам жүйесі арқылы матканың ішіне енді. Етеккір келген кезде жаңағы токсиндер адски боль береді. Қараңызшы. Адски боль береді. Бізде көбіне қыздардың өтін жуғыздырамын, өтіне дәрілер жазып беремін, айтады, ұмытып кеттім ғой мен, ауырмай қалды ғой дейді. Бұл не? Өйерде біз обезболивающий немесе болезнемещий емдейтін дәрі берген жоқпыз. Біз тек қана интерактивный подходпен сол болезнемещий алып келген қай себеп сенімен жұмыс жасаған кезде болезнемещий не екенін ұмытты. Енді ол массажбен көтеріп берем дегендерді егер дәрігер болмаса, мен айтар едім, кішкене қырағылық керек, кім көрінген бара берген дұрыс емес деп ойлаймын. Енді біз негізі байқасаңыздар, дәрігер еместерге қарағанда дәрігерлер біз кішкене қорқытамыз. Өйткені бізде медакадемияда жауапкершілік болады ғой сіздерге. Жауапкершілік бізді былай бүйтіп қатты тәрбиелейді бізді. Не дай бог бірдеңе болады болса, сен жауап бересің деп. Гиппократ ант берген. Иә, Гиппократ ант берген біз қорқақтап жұмыс жасаймыз да, қорықпағаннан қорқу керек. Қорықпағаннан қорқу керек. Маткамды бір мен жаңағы сеанспен көтеріп бере салам, болезнемещий бүйтіп бірдеңе істеп бере салам, айналдырып берем дейтіндер болады. Жаңағы бала дұрыс келмесе айналдырып жіберем бірдеңе. Ондайдан қорқу керек. Ең бірінші міндетті түрде диплом болған дұрыс. Әсіресе дәрігер болған дұрыс. Дәрігер емес па, ол қай жерде қай сасып тұр, қай жерде қай орган бір-бірімен байланысып тұр, қай вена қай жаққа барып құйып жатыр, барлығын білмейді ғой ол. Яғни адамның анатомиясымен таныс емес болғаннан кейін кішкене қорқу керек. Оларда наоборот адам білмеген сайын білімсіздіктен олар бір батыр болады деп ойлаймын. Ал біз білген сайын қорқа беремін. Білген сайын білмеймін дей береміз ғой. Антиечке барып оқып келіп, мынаны білмейді екенмін, оказывается, мен мынаны білмейді екенмін ғой. Даже дұрыс білмейсің, оқи бересің да. Сол үшін фармацевттерден барып сұрап, мен мынандай обезболивающий ішсем бола ма, сатып ала салып іше салғаннан ол больді снимать етеді, бірақ больді кім алып кеп тұр, қай орган алып кеп тұр, организмде қай состояние страдать етіп тұр, онымен жұмыс жасамайды ғой. Сол үшін сондай қыз келіншектерде де бар, қыздарда, көбіне қыздарда бұл қыздардың темасы. ChatGPT-дан сұрай салатын да қыздар бар. ChatGPT вообще күшті болды ғой қазір. ChatGPT ол врач емес қой. ChatGPT-мен бізде случай болды. Фиброзын емдеп, үй жағдайында прям главврач салып, бүкіл негелге салды, социальный сеттерге. Цирроз өткізіп жүрген ғой. Хотя бы просто жировой гепатоз болған пациентте, сөйтіп не ішем деп анан бәрі ішіп істеген 3 ай соң айтқанын тыңдаған ғой. Сөйтіп негізі жировой гепатоз емдемесе фиброз болады, фиброз емдемесе цирроз болады да. А ол пациентте просто жировой гепатоз болған, жировой гепатоздан бері қайту керек еді ғой. А ол жировой гепатоздан ары асқан кеткен ғой, циррозға бірақ шыққан. Сонымен циррозға шыққан кезінде больницаға келеді, кім саған мынаны бәрін берді, ChatGPT дейді ғой. Иә, қазір көп қыздардан байқаймын, шынымен ChatGPT-ден сұрап жатады, не істеймін, менде осындай белгілер болып жатыр, ChatGPT-дің сол кеңестерін орындап шығады ғой. Ассаған деп таңғаласың. ChatGPT-дің ішінде ол кім отыр? Ол түрмеде отырған біреу ма, ішіп отырған, білмейсің оның кім екенін. Ол точно врач емес. Ол Google-ден қарап бере салуы мүмкін. Қорқатын заман қыздар. Мына денсаулық бұл бір шаш жалап ала салатын бір киім емес. Бұлардың заменасы жоқ. Алла тағала бізге берген оригинал органдардың заменасы жоқ. Сол үшін біз міндетті түрде оған бережно қарау керекпіз. ChatGPT-ден сұрай салып, айтқанын тыңдай салатын көпсіз ба деп айтқым келеді. Соны сіздер көпсіздер ма? Сонда мөлдірден көп па? Маған жалко. Мен өзім қатты жақсы көремін. Маған жалко. Любой дәріні әкеліп іше салу, тыға салу, мына жаққа барып. Жоқ. Мен көп емес, мен біреу ақпын. Алла тағала мен жеке дара оригинал жаратты. Мөлдір облақасында біреу ғана, иә. Яғни егер көп болса, мөлдірден көп болса, иә, или жаңа кім Саидадан көп болатын болса, онда білгендерін жасай берсе болады. Ананы көріп, мынаны көріп, и тем более біздің ассамыз мусорный бак емес. Денсаулық
қайтыныс процесс кететін болса өте өкінішті жағдай болады. Денсаулық ол Алланың бізге аманаттап берген аманаты ғой, кәдімгі бітіп берген аманаты ғой. Біз осының арқасында Аллаға шүкір ақша тауып жатырмыз, эксперт болып жатырмыз, маман болып жатырмыз, біреуге қыз, біреуге бала, біреуге әйел, біреуге мамамыз, біреудің кәдімгі үлкен келініміз, бір жердің бірде бастығымыз. Ненің арқасында соның барлығы? Осы Алланың берген денсаулықтың арқасында. Біз сол денсаулықтан алып жатырмыз, бірақ алу беру балансын бұзбай салып та үйрену керек. Бізде мен бірнеше блогерлер білемін. Былай енді состояние деген жетеді, финансовое положение позволяет, миллион туда, миллион сюда жүргендердің барлығы келеді да, мен ауырмайыншы шерім, ауырып жатырмын, былай емдел десең, жоқ, мен уақытым жоқ. Олар бір күні ертең кеш болған кезде келеді да, ол кезде ешкім ештеңе істемей қалады да. Ақшасымен ақша адамға денсаулық болмайды, дүние адамға денсаулық болмайды. Айтқым келеді, пока қайтыныс процесс болмай, кешіріп қойыңыз, біз сізге көмектесе алмаймыз, сізде уже асың кеткен, жаман ауру, енді тек қана өлетін сәтіңізді күтіңіз деген сөзді врачтың аузынан естігілеріңіз келмесе, соған жеткізбей чекаптан өтіп тұрған дұрыс. Чекаптан өтуге шақырамын барлық адамдарды. Ол тек қана гинекология бойынша емес, жалпы органдардың барлығының состояниесін бір біліп қою керек, жылына бір рет. Көп те ақша кетпейді чекапқа. 80 мың лазиге кетер, УЗИ несіне емдене бір 100-200 мың кетер. Неужели біз миллиондарды тауып жүрген денсаулық органдарымызға жылына бір рет 200 мың 300 мың теңге құя алмаймыз? Есеп айтып қоймыз, самооценканы көтеру үшін ана ішкиімді дұрыс кию керек, самооценканы көтеру үшін мынаған салу керек. Мынаған салған сайын, инвестиция құйылған сайын денсаулыққа, ол денсаулық, ол мүшелер саған 10 есе, 1000 есе қайтып береді да оны. Яғни потенциалын ашып, миллион-миллиардтар әшейін келетін болады. Өте құнды кеңес. Мөлдір ханым, енді әйел денсаулығына қатысты көптеген тақырыптарды қозғадық қой, бір қоғамда өзекті деген. Енді подкастымызды қорытындыласақ, интегративті гинекологтың әйелдерге беретін құнды кеңестері болса мархабат. Интегративті маман ретінде әйелдерге айтқым келеді. Ләжі болса, ең бірінші жүктілікті жоспарлаңыздар. Ең бірінші сіздердің мына әлем біз әйелмен тұрған ұғынсаңыздар екен. Ер азаматтар ғана өмірде болатын болса, мысалы, әлем қызық емес. Біздің әдемілігімізбен, біздің қылығымызбен, біздің сондай бір жынды мінездерімізбен, сондай бір харизмамызбен мына әлем сақталып тұр. Сол үшін әрбіріңіз құндысыздар. Әрбіріңіз сонда оригиналсыздар, әрбіріңіз сондай дарасыздар. Сол әдеміліктеріңізді, сол денсаулықтарыңызды күтіңіздер деп айтқым келеді. Қыз болсаңыз өзіңізді күтіңіз, өзіңізді ешқашан жаңағыдай соңғы орынға қоймаңыздар. Самооценка деген кезде өзіңді мынау фастфудқа, алдында тұрған тортқа, алдындағы энергетикқа өзіңді қимау деп айтқым келеді. Өздеріңізді ондай жаман тамаққа қимаңыздар. Себебі қандай әдемісіздер, қандай Алла тағала әйел адамды сондай әдемі алып жаратқан ғой. Бір әдемілік әйелдерден ғана көрінеді ғой, табиғаттан көрінеді. Яғни сол әдемілігімізді құртпайықшы деп айтқым келеді. Біз әйел адам ретінде, және де біздің жүрегіміз ол біздің жатырымыз, жатырымызды дұрыстау үшін, біздің состояниеміз дұрыс болу үшін, отбасымен отношениеміз дұрыс болу үшін, және де өмірге президенттер, жаңағыдай болашақ президенттер алып келу үшін біздің жатырымыз сау болу керек. Ол үшін сіздер кемі 6 айға, қалалы жерде тұратындар 6 ай тексеріліп, қалалы жерде тұрмайтын ауылдағылар ең құрғанда жылына бір рет гинекологқа барып мазок тапсырып, өздеріңізді күтсеңіздер екен дегім келеді. Және де әрбір әйелдің алға қойған мынандай мақсаты болса екен деймін. Ертең қартайған кезде, жасым келген кезде мен балама, келініме төсек таңып жатып қалғым келмейді. Масыл болғым келмейді. Сенің шешеңнің астын ауыстырмай мен памперсін деген нәрсе болғым келмейді деген ұстаныңыздаршы әрқайсыңыз. Мен сіздерге осыны айтқым келеді. Ол ұстанымды ұстану үшін әрбір адам өзін зиян тамаққа қимау керек, және де өзін чекаптан өткізіп тұру керек. Сонда ол адамда ертең қайта сіздің балаңыз не істейтін болады, сізді шетелден ала жатқан мына жаққа ем бойынша тасымайды. Просто сіздерді алады да путевка жібереді. Қартайған шағыңызда бала шағаның бейнетін көру деген осы екен ғой. Аллаға мыңда бір шүкір деп ана қалада мына қала графигіңіз тығыз болып жүргенге не жетсін. Ал оған жетуге біз әрекеттерді осы бастан жасау керекпіз, қазірден жасау керекпіз. Ал ол неден басталады? Чекаптан, өзіңді сүюден, өзіңді жаман тамаққа қимаудан, және де негативтен, арам ойдан, жаман сөздерден, өсек тасудан, біреуді ғайбаттаудан алыс тұрсаңыз, өзіңізде таза. Адамның ішкі жан дүниесінің тазалығы бетіне шығып тұрады.
бетіне шығып тұрады. Ол интерактивті медицина бойынша да егер бетінде кәдімгідей уже дақтар көп, бір қара болып түтіп тұратын болса, ол ішінде алай дүлей болады деген сөз да. Токсиндер толы. Ал былай психология бойынша айтатын болсақ, алай дүлей, тыныш емес іші. Сол үшін өзіміздің тыныштануымызға да, басқасына да барлығын жұмыс жасау керекпіз. Әйелдер ізденіңіздер. Әйелдер интересный болу керек. Әйел деген ол кітап болу керек қой. Мына бетін ашқан кезде келесі бетте не шығады екен деп кітап оқып қызыға түсеміз ғой. Яғни ер азаматтарыңыздың алдында, қоғамның алдында кітап болыңыздар деген келеді. Өте керемет, Мөлдір ханым. Енді бұл подкасттан мен бұрын сонда естімеген құнды ақпараттар естіп отырмын. Негізі біз арнамызда 100-ден астам шығарылым түсіріп, біз бүгін тұңғыш рет гинеколог маман шақырыппыз. Мен подкастымдағы, менің арнамдағы тұңғыш гинеколог сізсіз. Және қуанып отырмын, неге осы кезге дейін шақырмағанмын деп, бұл тақырыпты қозғауға жасқандым ба, бір қоғамдағы жабық тақырып көрдім бе деп. Бірақ енді подкасттың соңында келіп отырып, мен қаншама пайдалы ақпаратты білмеппін, қоғамға ұсынбаппын деген бір өкінішпен де отырмын. Сізге, арнамызға келгеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, подкаст ұнаса лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Біз міндетті түрде Мөлдір ханымның Инстаграм парақшасын белгілейік. Мен Инстаграм парақшаңыздан қаншама пайдалы ақпараттар көрдім, бір кітап оқып шыққандай болдым. Сіздер де жазылып алсаңыздар болады. Подкаст ұнаса тағы да айтамын, лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.